Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын шабдалы қосылған шарлотка пирогын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Үстінен құмшекерді аз-аздап салып отырып, миксермен араластырамыз. Құмшекерді бірден салмаймыз, аз-аздан салатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, біртіндеп сала отырып миксерлейміз. Массамыз осындай әппақ күйге енгенше араластыратын боламыз. Яғни массамыз екі есе көтеріліп, әппақ болуы қажет. Ұнымызға қамыр қопсытқышты салып араластырып дайындап аламыз. Жұмыртқалы массамызға сүтімізді құямыз, араластырып жібереміз, сұйық майымызды құямыз. Өздеріңіз байқап тұрғандай миксер қолданбаймыз, венчикпен араластыратын боламыз. Енді ұнымызды біртіндеп аз-аздан сала отырып араластырамыз. Массамыз дайын болды. Енді формамызды дайындаймыз. 22 диаметрлік форма алдым. Пергамент қағазын төсейміз. Осылай жабыспай жатса, астына кішкене қамырды жағып, жабыстырып жібереміз. Енді дайын қамырымызды біркелкі қылып құйып шығамыз. Негізі шарлотка пирогының салмасы ретінде алма қолданылады. Мен бүгін осындай жүп-жұмсақ дәмді шабдалымен жасауды жөн көрдім. Қазіргі уақытта нағыз сезоны болып жатыр. Сондықтан да сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шабдалымызды пышақпен екіге бөліп, ішіндегі сүйегінен тазалап аламыз. Мінекей осылай ұсақтап, турап дайындап аламыз. Барлығын турап дайындап болғаннан кейін пирогымыздың бетіне қоятын боламыз. Достар, осындай дәмді рецепттерді жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Туралып дайын болған шабдалымызды пирогымыздың бетіне дәл осылай орналастырып шығамыз. Араларын жиі қылып орналастырамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 160-170 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Піскен-піспегенін ағаш шпажканың көмегімен тексеруге болады. Мінекей пирогымыз қып-қызыл, әп-әдемі болып шықты. Үстінен қант ұнтағын сеуіп әсемдеп жібереміз. Асыққан кезде, қонақ келгенде үйдегі бар заттардан дайындалатын өте жұмсақ дәмді пирог. Пирогымызды кесіп көреміз. Мінекей ішін өздеріңіз көргендей өте әдемі болып шыққан. Жұп-жұмсақ. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, видеоны аса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.